Сен де мен де жақсы білеміз пакет деген. Айген. Китайский тор пакет. 27-те болса 24 жыл. Анық. Тамашалаңыздар және арнаға тіркеліңіздер. Былайша айтқанда абулар ғой. Ал сен бижарс ойнатпадың ба? Сен жаман тамадың. Ана бишілер енді ана жерде интерактивін шіріп кетті. Абаядан жоғары бар ғой. Мен бәрі деп айтпай ақ қояйыншы. Ең жақсы биші қандай топ? Иә. Мына жақтан алтынайдың қыздар шығып жатыр. Неге бізді айтпадыңыздар? Қана ойнаттың ба? Әр ұлттың киімі. Тли қатты элитаға кетіп қалған Жоқ, жоқ. Сені карнавал үшін шақырды сол. Бур. Өзімен бірге тауық алып келеді екен да. Ауыр звуктар бар ғой. Сондайлармен тауық береді екен. Прям өтті. И қоян шығарамын ғой. Қоян сатып алдым. 100 мың теңге болды. Ағайынның атынан осы ақша. Содан кейін ақша жинаудың басқа түрін ойлап таптым. Иә, ассалаумағалейкум құрметті YouTube көрермендер, тағы да бір шығарылым өздеріңізге жол тартты. Той лайк жобасы кезекті шығарылым. Бүгінгі бізде қозғалатын тақырып жалпы той ойындары жайлы шолу жасайтын боламыз сол тақырыпқа. Бүгін бізде қонақта асаба, вайнер деп айтсам қалай болады? Кезінде. Иә, енді мен көргенді айтып отқаным ғой. Вайнер, асаба, блогер, қазіргі таңдағы YouTube өзінің тағы да жобасы бар. Және де 2000 жылдық тарихы бар. Тараздың тумасы, өте мықты асаба десем артық емес шығар. Маулен Үсенов. Және де асаба шоумен деп айтайын. Өйткені солай жазылып тұрып тұрсат шығар. Асаба шоумен, өзімнің бауырым, әрі інім, мықты асаба. Әйтеуір бір кейбір жерде енді бізде көп көрмесек те ағалық ақылымызды айтсақ, соған тоқтайтын, жақсы көретін бауырларымның бірі Нұрсұлтан Аманбай. Енді бұл жігіт қазір бүйтіп ойлауы мүмкінсің да, үстін Маулен, ойлауы мүмкінсің, бұл жігіттен бізден жас қой, бізден кіші. Көбісі ойлайды, бізден кіші болғаннан кейін тойға шыққаны қазір шығар, енді бастап отқан шығар деп. Негізі бұл жігіттің тойға шыққаны, тойды көргеніне бір жасың қаншада? 27-те қазір. 27-те болса 24 жыл анық той көрді. Өйткені бұл кісінің әкесі той саласында кезінде біз әлі той деген зат миымызға кірмей жүрген кезінде бұл жігіт әкесінің қасында тойда жүріп, сол кезде бастап тойды зерттеп, бірақ осы жақын арадан бастап, жақын арада дегенде оған да біраз уақыт өтті, асаба болып жатыр. Енді жалпы бүгін қозғалатын тақырып жаңа айтып өткендей той ойындары, қандай ойындар бар, жалпы не ойнатып жатырмыз, не дұрыс емес. Қазіргі ойындар қарайтын болсаң, кейбір ойындар қарайтын болсаң, қарның ашиды ғой, ойбай, мыналар не істеп жатыр, ойбай, ұят болды ау дейтін дүниелер де болып жатады. Соған қарсы, енді соған байланысты ой пікір. Бұл YouTube жаңағы подкаст қой, емін-еркін формат, ешқандай жасандылықсыз тойдан кейінгі жаңағы шай ішіп отыратын әңгіме ғой, сол форматтағы әңгіме. Енді алғашқы бір сұрақ болсын, тойда қандай ойын ойнатқан дұрыс, жалпы өз ойларың, пікірлерің. Мынау ойын дұрыс ау, мынау ойын дұрыс емес ау, осы ойынды ойнатқанымыз дұрыс болады. Қазір мынандай деген сияқты әркімнің өзінің бір позициясы бар ғой. Біріншіден, Қоблан, ассалаумағалейкум. Және осы шығарылымды көріп отқан барша көрермендер, баршаларыңызға қайырлы кеш. Енді бұл бағдарлама оразада шығарылып, оразада түсіріп жатырмыз. Сол себепті Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз баршасы қабыл болсын. Енді игілік ай, ізгілік ай дейді ғой. Сол себепті шын жүректен құттықтаймын. Және де осы өнерімізді, басқарғанымызды бағалап, осы подкастың төріне шақырғанына рахмет. Енді бұл келгендеріңе рахмет. Енді бұл бізде осы YouTube-тың ар жақ бер жағында жүргеннен кейін біз де түсінеміз да, бұл шығарылым, мынау свет, мынау студия, мынау микрофон, барлығын түсінеміз. Ол адамның уақытымен, ол кейбіреуі кешіп қалады. 2 адам шақырсам, біреуі обязательно бір жарты сағатқа кешіп қалады. Сол себепті осындайды ұйымдастырып жатқан мынау камераны ар жағында қаншама жігіттер жұмыс жасап жатыр. Сол себепті осы істеріңіздің барлығы берекелі болсын, Қобеке. Той лайк деген керемет жоба. Тамашалаңыздар және арнаға тіркеліңіздер, лайк дегендер болады ғой. Бұл вступление, құттықтап жатқаным ғой. Содан кейін Қобеке жаңа Нұрсұлтан бауырымызды таныстырған кезде жас асаба дедің. Негізі соған бір тоқталып өтсем, қазір мысалы біз енді бастаған кезде, енді кеше ғой мысалы бастағанымыз. Енді бастаған кезде біз тойдан келеміз да, YouTube-та жататынбыз. Болды ғой сенде.
YouTube Иә. не ойын болып жатыр? Ярық болып отыр. Орыстардың анау шоумендер, ведущийлар не ойнатады? Соны Не технично, болсақ болды. технично қазақшаға аударып алып, ол Примет. жаңадан бастап жатқан асабаның, жаңадан бастап жатқан шоуменнің, тамаданың ол ізденісі өте мықты. Ол кітап оқиды. Біз Ой. қазір ғой кітап оқымайсың, әйтеуір сеніп аласың кезіндегі жаттағандарына, ана тойдан алған сценарийіңді мына тойға қолданасың, кейбір кезде басқа енді өзің біліктілігіне саласың, ал жаңадан бастап келе жатқан асабада ол багажы өте көп. Асабалардың ең қорқатын басқаруы ол құдалық деп ойлаймын. Жаңадан бастап жатқан асаба құдалыққа кіргізші, 4-5 үйді смело алып шығады. Ойланбай. Ал дәл қазір мен мысалы енді үлкен асабаларды, бірталай жыл бастап кеткен асабаларды құдалыққа кіргіз, бір үйге багаж әрең жетеді. Сол себепті ол жаңадан бастап келе жатқан деп менсінбей қою ол жоғынан, Жоқ, ол ондай жоқ қой. өйткені ол багаж қазір қайнап тұрған кез. Ал ендігі сұрағына келетін болса, жаңағы алып келгенім ғой. Иә. Ендігі Мен сенбесем шақырмаймын. Аға, Подкастқа не істеймін? ендігі сұрағына келетін болсақ, ол жаңа Қобекен подкастқа осы бағдарламаны бастамас бұрын тақырып мынандай болады. Би жарысқа енді ауқымды кірмей ақ қояйықшы деді. Иә, Енді ол- оған прям сүңгіп кіріп, ол Оны- тақырыпты ашпай ақ қояйық, бірақ сұрайды. Шетпай. Бірақ сұрайды. Мысалы, қазір үйленіп жатқандар 2004, 2005, 2003-тер. Былайша айтқанда, абулар ғой. Мгм. Абулар. Мына страшно билейтіндер, Ау. страшно билейтіндер. Олардың тойында мысалы үлкен кісілер отырады, мектептің директорлары отырады. Енді олардың көзінше бір лед-экранмен ойын ойнатқың келеді, болмаса орында отырып ойын ойнатқың келеді. Бірақ ана абуларға обязательно ойын Бижас керек. қызық. Ал сен бижарс ойнатпадың ба, сен жаман тамадасың. Жоқ, Олардың болмайды. ойынша. Олардың Жүзе ойынша. алмайсың. Қызық өтпеді, ұйықтап қалдық, мам, не тамада шақырғансың дейді. Негізі мына үлкен контингентке сен басқарған ұнап жатады. Күшті. Ал анау енді тырнақшаның ішінде абуларға сен басқарған вообще ұнамайды. Ол не мынау бижарс еді ғой негізі. Андай енді мынау бағдарлама деп именно айтпай ақ қояйын. Қазір енді қоғамда қызу талқыда жүріп жатқан бағдарламалар бар ғой, жастарды бірін-бірімен қосатын. Сол бағдарламаның қатысушылары, кейіпкерлері енді тойға барып қалай билеп жатқан, аунап билеп жатқан біз әлеуметтік Көрдік. желіде сен де мен де көріп жатырмыз. Шығарамыз. Сол себеп енді оны шығару үшін айтып жатқан жоқ едім, просто Жалпы шығарып қоямыз бұл шетке. сол себепті оны мынау қалың көрермен де, экран ар жағында біз тамашалап отқан көрермен де көрген шығар бәлкім. Сол себепті ол бейжарысқа действительно сен айтпақшы, ол шли үнілмей ақ қойсақ та болады. Қазір не? Қазір лед экран көп. Кез келген той бар ғой, Аллаға шүкір, қазір мынау той дамып жатқанмен бірге ресторан да қатты дамып жатыр. Ресторан, соответственно, мынау ресторан мықты болса, Одан да мықты мынау ресторан. ресторан мынадан мықты. Мынау ресторанда екі лед экран ғой, төрде біреу тұрады. Мынау жақта біреу тұрса, мынада төртеу қояды. Сен, соответственно, соған лед экранға өтетін ойын. Болмаса отырмақ ойын, жаңа біз айттық қой. Енді үлкен кісілер болады ол жерде. Сен мектептің директорын қалай бижарысқа шақырасың, Қоблан? Ол сол жерде өтеді, бірақ ертесі күні той иесіне үлкен сын келеді да. Сол себепті ойынның әр түрлісі бар. Пока бастамам осы. Сен жалпы тойда қазір не ойнап жатсыңдар? Ең бірінші амандасып алайын. Ассалаумағалейкум. Мына ұстаған кісілердің оразалары қабыл болсын. Содан кейін бүгін 22 наурыз, әз наурыз дейді, мереке құтты болсын. Амин. Одан кейін енді мен ойындарды қатты өзім ойлап тауып деп айтпай ақ қояйын. ютубтан қарап, иә, ютубтан қараймыз, қайсы ойын жақсы өтіп жатыр. И негізі ойын дегенде сол тамаданың өзіне байланысты ғой. Қалай өткізеді оны. Жай әшейін ойындарды да мықты өткізіп жіберетін тамадалар бар да. Енді жаңағы айтып жатыр ғой, жалпы келген кезде мысалы біреуден ойын қазір бағана өзің айтты ғой, ютубта қараймыз да ойын ұрлаймыз, жаңағыдай ізденіс болатын деп. Кезінде мен енді бастап отқан кезде қатты ізденетінмін. Иә, бәріміз. Кәдімгі Ақтөбеден Шынберген ағаның дискларын алдырып, ана жақта мынаның. Енді сосын бір ойын ойнатасың, біреу келеді да, мына ойын ойнатайыншы деп айтамын, мен ойната бер, қызғаныш жоқ та, сосын ойната бер, мынаны бүйтсеңші, ала бер деп. Оны кім қалай өткізуіне байланысты ғой, былайша айтқан кезде. Біреу өткізе алады, біреу өткізе алмайды. Біреулер кәдімгі қызғанып, ой, мынау менің ойын демейді шығарған,
буну мен бүтүүгө болмойт, анан нетүүгө болмойт. Эми мына соңку бир 2-3 жылдыкта интерактив деген дүние шықты. Мен басында бүйтіп, ой деп жақсы деп ойлайтынмын. Интерактив болса, енді бұл жарнама емес, Golden деген шоу бар, интерактив ойнататын. Солардың интерактив маған өтеді действительно. Ең кәдімгі действительно ана интерактив айтуға болады. Қазір енді мен бишілерге топырақ шашпаймын. Кейбір өткенде бір туысқандарымыздың тойында бір бишілер келді, білмеймін қай топ екенін. Ғайбаттағы өзі әңгіменің бәрі ғайбаттың бәрі жамандағаным емес дегеннен басталады деп еді. Сол айтқандай ғайбаттағаным емес, жамандағаным емес. Ана бишілер енді ана жерде интерактив енді шіріп кетті. Тамада болмаса ана вообще шіретін еді. Кәдімгі дайындаламын дегенше ана тамада әңгіме айтып. Соңғы күндері мен той иелерімен келсем, мысалға 3 би десем, 4-шісіне мысалға мен бишілерге сонда айттым, маған 3-шісіне интерактив жібермеңдер. Маған интерактив керек емес. Үшеуі де би болсын. Иә, үшеуі де би болсын. Болмаса 2 би жібере сонда 2 би келсек. Қазір интерактив уже басында қызық болған жоқ, қазір тоқтады ғой интерактив походу. Керек емес ау. Қолбеке, ол сен ойын. Ол сен ойын. Иә. Бізден әлі де өткенде осыдан бір ай бұрын там абысынымның қызы ұзатылды. Әйел адам звондайды. Абысынымның қызын ұзатты. Мен ойлап отырмын сенің абысың. Жоқ, сенде қалай абысың бар деп отырмын. Бізге звондайтын клиент. Ең бірінші интерактив дегенді түсіндіріп өтейік. Интерактив деген мысалы 4 немесе 6 қыз шығады, бірдей билейді. Сен 3 жігіт немесе 3 қыз шығарасың да, бір-бірден шығарып, сол бишілердің биін қайталайды. Интерактив деген сол. Енді абысынымның бір ай бұрын тойы болды. Прям анау сендерде бір би бар екен ғой, қыздар билейді, анау соны қайталайды. Иә, дұрыс, бұл бізде интерактив деп аталады. Сондай ма? Иә, сондай деп жатқан. Бізге соны бір алып беріңізші. Оны сұрайды, Қолбеке. Оны сұрайды. Оны сен жоқ, менен де сұрайды. Ол сұрайды. Былайда сен мысалы в данный момент қазір сен өзінің жүргізіп жатқан ненді роликтарында Инстаграмға салмаймын дейсің. Вообще салмаймын. Мен үйтіп рекламировать етпеймін дейсің. А қазір заман ағым сондай. Сенен Инстаграм сұрайды. Ал қазір заман ағым қалай? Заман дегенде біз заман палатканы көрген жоқпыз ғой. Енді қазіргі заман интерактив сұрап жатыр ма? Сен интерактив айту керексің. Сен сұрамаса да сен предлагать ету керексің. Өйткені жүріп тұр. Жоқ, мысалы мынандай ғой. Менен интерактив айтады ғой, той иелері келеді, мысалы, осында интерактив, осында көріп едік деп, тура осында жатыр. Мен айтамын, тәте интерактив, мысалға бір интерактив ойын округлен алатын болсақ, 15 минут, 20 минуттай уақыт алады. Мен 20 минуттың ішіне лучше мен 3 ойын тығып жіберемін. Қолбеке, бір лайфхак айтайын ба? Саған жаңа өзің бастаған тема ғой енді. Би жарыс дегенге вообще үнілмей қояйық дедің ғой. Би жарысының орнына интерактив тығып жіберсем, өте орнын жауып кетеді. Одан кейін абуларда күш шығып билейді, айналып. Абулардың таза абулардың несі. Енді вот интерактив деген ол. Енді қазір сен қарсысың. Сен той жасасаң, мен ол пікірім ол. Сен той жасасаң шақырмай ақ қой. Мен Алла бұйырса 2 айдан кейін той жасаймын, мен шақырамын интерактив. Өйткені мен қонақтарым интерактивқа, енді мен қонақтарым мынандай дергенный қонақтар да. Әркім өз қонағын біледі ғой. Әркім өз қонағын. Интерактив керек. Ол интерактив в данный момент қазір жүріп тұр ма? Керек. Ал Алматыда қазіргі таңда этно ансамбль көбейіп кетті. Ана жылдан бастап. Сұранысқа ие. Өйткені кейбіреу 350-400 мың деп қойып қойған, батырларды 400 мың деп қойып қойған, өзің білесің. Ал оған қол жетпейді. Көп той иесінің қол жетпейді. 150, 170, 200 мыңға батыр шығарады, немесе жаңағы этно ансамбль шығарады, арзанға. Ана 400-ге анан алғанша 200-ге мынан шығар. И жаңағы сіз мақтап жатқан, енді білмеймін, сізге ұнаған шығар бәлкім. Gold немесе соңғы 200 болса, мына жақтан 70 мыңға бір би топ шығарады, интерактив. Жүріп жатыр. Халық қонап жатыр. Халық алады. Сен қанша қарсы болсаң да ол айтасың, анау қымбат, арзан, сол арзанның арқасында сапа бұзылып жатыр да. Сапа дегенде той иесі оны сұрайды. Мысалы, жоқ, сапалы дүние жасайды, қымбат мысалы былай да, енді қазір бөлгендей болып қалам, мен сәл кемсіткендей болып қалам. Бірақ бір мысал айтып өтейінші. Абаядан жоғары бар ғой. Абаядан жоғары жақпен сен мынау жақты салыстырасың ғой. Сол кезде сен сұрайды, анау бір ауыл сұрайды. Сен ауылға қымбат нәрсе апарамайсың бәрібір. Сен жолмен 3 есе шығып кетеді. Сен лучше ананы апар, ауылдағылар
көбісі мен бәрі деп айтпай ақ қояйыншы, қазір комментариймен бізді жеп қояды, ана баланы тауып бер деп. Ертең фингалмен тұрмайық тойда. Сол себепті ол ауылдағы, мысалы мен өзім көтере алмаймын мен ондайды. Маған арзан биші жетеді, арзан әрі тойымды қызықты қылып өткізетін биші маған жетеді. Сондай ойын ойнататын тамада жетеді маған. Жаңа айтып отырсың ғой, мен бөлмеймін деп. Жалпы ол негізі бөлгенде емес, бизнеста да бар ғой. Ол средний, низкий, средний, высокий деп. Жаңағы мен бір бизнесменнің тоже осындай сұхбатын, подкастын тыңдап қалдым. Сен Алматы қаласына бизнесқа кіретін болсаң, Абаядан төмен, Абая мен Аль-Фарабидің ортасы, Аль-Фараби выше деп аласың. Выше деп бөлінеді. Ол сөйтіп ол бөлген емес, ол любой бизнесті біздің дүниеде той бизнес қой. Былай ғой, Қобеке, пакет деген теманы білеміз ғой. Сен де мен де жақсы білеміз пакет деген. Айген. Китайский тор-тор пакет. Иә. Китайский тор-тор пакет. Мысалы, пакет, қымбат пакет, средний пакет, арзан пакет. Ұсынасын, той иесін тағы да, бағанағы тағы да өзін таңдау. Мынаны таңдаса, пожалуйста, апар. Жоқ, сен айтқан голд па, голден ба? Голден қыздары бізге рахмет айтып кетсеңіздер болады. Өйткені осымен 5-ші немесе 6-ші рет сіздерді айтып жатырмыз. Реклама. Тегін. Ең жақсы биші қандай топ? Иә. Сөйтсе мына жақтан Алтынайдың қыздары шығып жатыр. Неге бізді айтпадыңыз? Жоқ, бөліп жармайсыз. Мысалы, пакеттерді таңдадық. Ол той иесіне де тағы да енді бізді көбісі көретін тойға жалдайтын адамдар, тойға қызығатын, қызығушылығы бар адамдар ғой. Сол себепті мынау тойға шақыратын болсаңыздар, тамадада пакет деген болады. Мынандай пакет, немесе құр тамада музыкант, либо полный комплект деген болады. Вот сондай темада да, жаңағы сіздің айтып жатқан интерактив дегеніңізге. Интерактив ойын қандай? Интерактив. Ойнатып жүрмін ғой өзімде. Интерактивті ойнатам, артынан қыздармен бір разнара жіберемін ғой. Бижарс. Ана қонақ қыздар шығармаймын да. Сол тойда биші қыздармен жаңағы интерактив билеген. Вот бижарстың орнына интерактивті әдем пайдаланып кетсем болады, лайфхак. Жақсы лайфхак. Мен өзім соңында мысалы маған күні бүгін бір той иесі звондады. Осындай той бар еді, пәленше түгенше күнге деп. Сразу айттым мен кәдімгідей, тәде осындай мен сіздің тойыңызда бижарс ойнатпаймын. Егер именно бижарс керек десеңіздер, онда басқа жақтан қарай. Жоқ, бізге де бижарс керек емес. Соңында енді бұл бижарсқа көп үңілмеймін, өйткені бұл бижарстың өзінің точкасын қоятын адам бар. Ол кісіні бұйырса осы алдағы уақытта шақыратын боламыз. Ол Болатбек ағамыз негізі бұның бижарстың точкасын қойып кетті ғой. Сол себепті қатты үңілмей қойып, басқа да тақырыбым сол ғой жаңа айтқанымыз. Бижарсқа қатты жақындамын. Енді мына ойын демекші, карнавал баяғыда болды. Карнавал. Әр ұлттың киімі. Ойнаттың ба карнавал? Жоқ, өзім ойнатқан жоқпын. Ойнатқан жоқсың. Карнавалды көрген жоқпын. Бала кезде тамадалар ойнатқанын көрдік. Қазіргі тойларда мен карнавал көріп жүрген жоқпын. Оны карнавал ойнаттың ба? Әр ұлттың киімін. Ойнаттым. Жаман қатты өтетін еді ғой. Ойнаттым. Одан кейін бір қызығы, енді біздің Ерлік деген, Алматы қаласында Ерлік деген досымыз бар. Ол өзінде карнавалдар бар. Енді Ерлік той ұйымдастырса, мен қуанам. Өйткені ол карнавалында тығады сол тойға. Обязательно тығады. И карнавалында ойнатасың ғой. Сол тойдан клиент мен номерімді алады ғой. Сол звондағанда, аналарың болады ма сен, өзбек, цыган болып шығатындарың бар ма деп сұрайды олар. Ол айтып жатырмын ғой, ол әлі өте ма? Ескі, мысалы, ән жарыс. Екі жақты бөліп, мысалы, баланың мына жаққа, қыздың ән жарыс. Ол хоть 70 жасқа ойнат, сен хоть выпускнойға ойнат, сен хоть 23 жасқа ойнат. Ол любой жерде өтеді. Карнавалда тура сондай да. Өтеді. Мысалы, карнавал анау әр ұлттың киімінен бөлек, мысалы, Алла Пугачева қазір шығып жатқан, енді қазір емес, ол бірнеше жыл бұрын шықты ғой, бірақ әлі актуальны. Әлі сұрайтындар бар оны. Әлі сұрайтындар бар. Мен арасында сұрайды, бірақ ондай қатты көрмес, бірақ бұрындарымен карнавалмен. Сен бұрындары мен айтпаймын деген жоқ, сөздеріне қарағанда сен шли қатты элитаға кетіп қалған жоқсың деп ойлап отырмын. Карнавал менен сұрап жатқан жоқ, сұрасам ойнатамын, өйткені мен керемет. Карнавалмен карнавал мен үшін ол өте. Мен Ақтау қаласына бір жылдар Ақтау қаласына көшіп кеттім. Ақтау қаласына барам, ешкім танымаймын, ешкім не. Сонымен Ақтау қаласына бір бауырымыз, ағамыз қонаққа келеді. Осының үстіне бір тойға кіріп шық дейді. Мен айтам, Алматы қаласына мен сол кезде карнавалды алдыртам, специально сатып алдыртам. Ақтауға ол кезде карнавал барған жоқ. Көрмеген, Ақтаудың халқы әлі көрмеген. Ақтаудың Жаңаөзенде болды той. Жаңаөзенде болды.
Сәбит дейтін бауырымыздың тойы болды Жаңаөзенде. Ол жігіт өзі музыкант жігіт, тойға шығады. Жаңаөзеннің полный музыканттары, тамада, жалпы тойға қатысы бар адамның бәрі отыр. Енді бәрі демесем 80% отыр. Ана жерге жаңалықпен кіру керек болды. Сені одан кейін карнавал үшін шақырды сол орта. Мен қателеспесем. Карнавалмен жоқ, карнавалмен кірдім, борқ өткіздім. Біздің ауылға пәленше деген тамада кетті ғой деп. Мысалы басында мен 10 мыңнан шығып жүргем, ешкім танымаймын ғой. Сол тойдан кейін ставка сразу 80 мың теңгеге гонорар көтерілді. А сол жылдары Жаңаөзенде менмін дейтін асаба 100 мыңға шығатын. Карнавалға мен рахмет айтамын. Жана сол ол карнавал ол әлі өтімді, әлі актуальны. Содан кейін Қобеке, жана жанашылдық дегенге бір қосып жіберсем бола ма? Уақыттарыңызды алып отқан жоқпын. Нормально. Одан кейін жана айттық қой, біз жаңадан бастап жатқан кезде ана тойдан шығасың да үйге келіп YouTube ақтарасың. Сөйтесің де YouTube'тан қарап отырып, орыстар не ойнатады енді, Россияда не ойнатады. Мен бір ведущийдан қарап отырдым да, тауық көріп қалам ғой, тауық. Главный призға тауық береді ғой. Сөйтсем той иесіне айтпай, ана тамада, о жақта ведущий ғой енді, өзімен бірге тауық алып келеді екен да. И барабанный дробь бір нәрсе, ана бір ауыр звуктар бар ғой, сондайлармен тауық береді екен. Прям өтті. Так, бізде не істесек болады? Тауық 4 адамның біреуінде обязательно бар. Ауылдық жерде ол біреуінде ғана жоқ, үшеуінде обязательно бар. Так, не істесек болады? Не берсем болады орнына? И жана ол кезде ән жарыс, хит, прям күшті. И мен қоян шығарамын ғой. Қоян сатып алдым, өзім ол кезде Тараздам. Өз ақшама? Өз ақшама? 1300, 1500, ар кетсе 2000 теңге. 2000 теңгеге алам, шығын, 2000 теңгем шығын. Бірақ мен ана тойдан, прям Тараздан звондаса, қоян болады ғой, я? Деген сияқты. Қоян берем. Екі құлағына ұстайсың да, одан кейін мынау ұрғаш қоян, бұл әлі туады деген. Енді прям ана жерде өтіп отсам, бұны қашырсаңыз туады деген, сондай приколдар тығатын да. Енді жас кез ғой, бұл кезде ұялмай тыға бересің, ұялмай сөйлей бересің, ұят болып қалады ау деген сияқты. Жана мектеп директоры отыр ау демейсің. Мынау мынаны еркек қоян тауып қашырсаңыз туады. Прям өтіп отыр. Ана қоян өзіне дейді да, прям, анау әйел адамға бересің ғой енді. Сен де білесің ғой кімге беру керек. Еркек адамға берсең, керек емес дейді, жұлып. Әйел адам кішкене қорқады. Ойбай, ал дейді, сол өтеді халыққа. Сол жанашылдық болды. Одан кейін бір ағамыз бір Евразия телеканалына асабалардың арасында батыл болған кезде сол қоянды ойнатсам бола ма дейді ғой маған. Прям мен ойным сияқты. Ой, ала беріңіз оны, мен тауықтан көргенмін деген. Вот сол жанашылдық болды. Жаңа бір тема болды. Не, енді тағы бір сұрақ қойын деп отырмын. Жалпы тойда жаңағы ақша жинап, ақша жинап ойын ойнаттың ба жалпы тойда? Жоқ. Вообще ондай болмады. Мен өзім қарсымын мысалы. Не үшін қарсысың? Анандай ақша жинаудың екі түрі бар да. Жоқ, халықтан ақша жинайды. Жоқ, ана 2 жасқа стакан беріп алып, екеуін жіберіп, одан кейін ішіне қағаз ақша түссе, мен теңге деп айттым деп ана ақшаны алып алатынға мен қарсымын. Тамадаларға минус та ол ше, менің ойымша. Ал енді ана ойынға шыққан кезде, ана қонақтардан 10 мың теңге тігіп, 20 мың теңге тігіп, ол нормальный негізі. Ол ана ойынға шыққан адамның желаниясын ашады да, и ол қонаққа сен бересің. Қанша теңге сондай болды ма? Менде ең көбі қанша теңге? 100 мың теңге болды. 100 мың теңге. Бір қонақ алып кетті ме оны? Бір қонақ 50 мың теңгесін алып кетті, бір қонақ 20 мың теңгесін алып кетті ғой. Қалғаны мен қалтамда қалып кетті каким-то образом. Жаңа сен өзің айтып отырсың мен. Жоқ, өзі берді ма? Иә, от души деп, короче, бір жігіт, от души сен көтеріп атсың, рахмет саған деп тастап кетті. Ақша жинаған той болды ма? Ақша жинап ойын ойнатқан той? Ақша осыдан мен айтайын, қалай болған? Осыдан бір 5, 6, 7 жыл бұрын ертегі деген хит еді ғой. Тұрады, Москваны көрсетеді, халық шапалақ ұрады, орнынан дұржок тұрады да, жүгіріп келіп тамадаға 10 мың теңге береді, халық
бір нәрсе деп Иә. намекать етіп, анау келеді, типа сен басқа жаққа қарап тұрған сияқты 10 мың теңге береді. Қалтаңа Ода салады. аха тамадан қалтасына салады. Содан кейін той иесін шақырып аласың да, мына 10 мың теңге мен атынан 2 жастың тойына қосқаным деп бересің да, алмайтын шығарсыздар дей. Өтті ғой ол. Иә, ол кәдімгі сол заманда аха, өзінің заманында ол аялдау. өтті, ол мықты өтті ертегі дегенше. Ол мына жерде отырып біз не істемей-ақ қояйық, ол ойнаттық қой. Күшті, мен ойнаттым ертегі. Ой, Ой, мықты. күшті той. Аға, одан кейін жинап аласың. Так, міне деп қалтаңа салып қойсаң, жаңа Нұрекең де айтып жатыр ғой. Соны ең күшті билегенге бересің деп ынталандырып ше. Ал қонақтардан мына шли, давайте ақша жинаңдар, мен ойын ойнатамын деп емес, прям сөйтіп әкеп ойнаттық қой. Жоқ, нагло жинайтындар да бар. Жоқ. Кәдімгі нагло. Давайте Жоқ. 10 мың теңге тігейік. Сен бәленше нағашысың ғой. Сен 20 мың теңге тіг. Сен кім? Жиен, давай, коллектив. Мысалға, мен енді практикамда болған дүниені айтайын. Жеке басымның ақша әлі болып отыр ғой. Қанша жыл бұрын екен есімде жоқ, сол ертегінің кезінде. Ертегі деген ойын болды ғой. Медленно музыка болып қойып, орнынан тұрды, шапалақ ұрды. Москваны көріп, обязательно Москваны көрсету керек қой. Мынау. Бір күн действительно ақшадан қиналып тұрмын. Тойымның расчеты музыкантқа беретін бар, оператор анау жеткізеді, тойым расчетынан бөлек тағы бір 20 мың теңге жетпей тұр. Сол күні маған в общем 12-ге шейін ана 20 мың табу керек, өлтіріл ақша табу керек. Қарыз адамын ресторан алдында Жоқ, ресторанда күтіп тұрған жоқ. Беру керек. В общем, әңгіме былай болды. Samsung A5 ме, сонда бір телефон шығады, S5 ме, новый телефон жоқ, Samsung. Шығады, алам, новыйын сатып алам. Каким-то образом бір аптаға жеткізбей ана телефон жоғалтам мен. Сонымен телефонсыз үйге барсам хайвай, железно ұрсат, біліп отырмын. Мына жақтан батя, мына жақтан мамка. Алғаныңа бір апта болды ғой, телефон қайқа жібердің, железно хайвай. Ана телефонды орнына қою керек. Тура сонда телефон сатып алу керек. Ана телефон үшін 20, ана тойға үйдегілер кетіп жатқан, жаңа айтқан үшін, ана тойдың ақшасы жоқ. Қысқасы. И соған 20 мың теңге жетпей тұр. Құрметті той иесі, көріп отырсаңыз кешірім сұраймын. Сол кезде сол ақшаға мұқтаж болып тұрдым, сол себептен сондай қитұрқы әрекетке бардым, кешірім сұраймын сізден. Егер қазір сол ақша керек болып жатса, маған звондасаңыз сол 20 мың теңгеңізді қайтадан салып жіберемін. Кешірім сұраймын. На видеоны ата-ана үйдегілер көріп, сенен отказ бермей ма? Жоқ. Осындай кез. Жоқ, ол кезде енді ұрыс естімеудің өзінің жақсы бола көрсеткен несінде. Сөйтем да ана тойға барамын да ойнатам. И анан бермеймін ғой. И біреуге беремін, в общем, айналдырамын, в общем, 3-4 айналдырам. Адамнан айналатын да ақша. 3 адамнан бір адамнан шықпайды ғой ақша, прикинь. Кәдімгі наглым образом до конца. Жұлам. Сөйтем да қалтаға басам да. Еще біреу музыканттың заказы болатын. Музыкант заказ жаңағы расчетін алып жатқан кезде. А че бағана 20 мың теңге мен салып етпейміз ба деп. Мен қатысып жоқ. Кетіп қалғанмын ғой. Телефонды алам. Новый телефон. Бір аптадан кейін телефонды алады ғой. 2 телефон ұстаған соң. Сондай бір жағдайлар өтті. Қазір енді, например, менде қазіргі таңда да ақшамен ойындар болады. Қазір соңғы жаңалықтар демей ақ қояйын, соңғы шығып жатқан ойындардың бірі лото ойнап жүрсіңдер ме? Жоқ. Лото ойнап жатқан жоқсыңдар ма? Көрдің бе? Лото барабанмен ойнап жүрміз оны. Ақша не қылып жатқан жоқ па? Ақша емес, бензин. Оған приздар, той иелері алды. Короче, мынандай болды, менде бір 2 жағдай болды. Лото ойнатам. Сонымен бір досы келеді, жаңағы жігіттің досы келеді да, менің атымнан 20 мың теңге ойнатшы деді. 20 мың теңге берді. 20 мың теңгені айналдырам. Мына жақтан біреу шығады. Жаңағы тоже бір досы ма, бірдеңе шығады да. Мен бұл 20 мың теңгені, мен сұраймын, 20 мың теңге аласыз ба, әлде үстіне қосып ойнатасыз ба? Мен ол жерде қалтама баспаймын. Мен қазір ақша ойнататын болсам, сұрайтам, мен құрметті ағайындар, емін-еркін ақшаларыңызды бере беріңіздер. Мен кейбір асабалар сияқты қалтамды басып алып кетпеймін. Өткен кезінде бір рет уже болды ғой практикамда. Сол маған қиналған кезде болды. Өмірімде қалтама ақша басып алып кеткен жоқпын. Сол айтамын, осыны емін-еркін бере беріңіздер, мен қайтып беремін, или болмаса ұтқан адамға беремін, адал түрде. Кез келген ойында. Сонымен лото ойнатамын. Не істейсің, 20 мыңды аласың ба, или үстіне қосып ойнатып кетесің бе деймін. Ана отырады, үстіне қосып ойнатамын. Прикинь, сол айналады ғой. Ақша
101 бәле мыңға шейін барды. Бір адам жұлып кетті. Тату келген той анасын қайта күшті. Елден жиналып кетті. И мынандай да жағдай болды бізде. Бір ағам бар, тойда осындай ойын ойнатады. Жаңағы сен ала бер, анау мынау деп бір-біріне педальт етеді ғой, ақшаны. Сол кезде тұрады да, ешкімге керек емес болса, мен бұл ақшаны аламын. Тойға келген барша ағайынның атынан осы ақша мешітке садақа. И жігітше апарып береді мешітке, қалтасына болса. Одан кейін мынандай болды, маған да енді қатты керек болды. Әне ақырын шындығымыз шығарып жатыр ағайын. Маған да керек болды. Содан кейін мынандай тема бар ғой. Ал енді не дейміз деп айтқан адамға штраф 1000 теңгеден. Ал енді не дейміз деп айтқан адамға штраф 1000 теңгеден. Маған лично. Сен қалтаңа. Екі тостан кейін ба, бір ойыннан кейін айтасың, а ойын батадан кейін айтсаң, мынау ақша жинап келді ма деп қалады. Жоқ. Бір өтіп алғаннан айтасың. Бір өтіп алғаннан, приколдарын өтіп, уже халыққа төселіп, темаң кіріп атқаннан кейін айтасың ғой. Ал енді не дейміз, мына екі жас десе, штраф. Болды. Сіздер қарап отырыңыздар деймін. Ол кезде уже қонақтарда сәл не істемей. Ал енді не дейміз десе, уже қонаққа өтеді кәдімгідей. 1000 теңге штраф дейді, айқайлайды кәдімгідей. Сен қуанып тұрасың. Бір 17 ма 18 мың теңгедей істеп кеткем сол кезде. Қалтама басып кетті. Мен бірақ конкретно айттым. Не дейміз деп айтқан адамға штраф. Таза тамадаға деп. Маған 1000 теңге. Сөйтіп бір не істеп кеткем. Одан кейін былай ойланып қарасам, ол сәл ұят екен. Сәл емес, әжептәуір ұят екен. Екеуміз ақылымызға келіппіз. Содан кейін қойдым. Содан кейін ақша жинаудың басқа түрін ойлап таптым қазір. Новый машиниста новыйына көштім дейсің. Той құтты болсын десе 500 теңгеден дейсің ғой, короче. Ал енді не дейміз десе? Ал енді не дейміз? Жоқ, новый жолын айтып жатырмын да. Не, сен ойыннан ақша алып кеткен, бағана қалтама салып кетті деп отырсың ғой. Біреу жаңағы жүзін ойнатып, адуши. Общий ең көп қанша алдың адуши, например, или ойыннан жұлып кеткен ең көп сумма қандай болды? Ең көп сумма ма? Менде беташардан болды. Жоқ, беташар емес, именно осы ойын кезінде. Ойыннан айтатындай бір нормальный ақша. Сен қанша? Потолок 30 мың теңге. Сенде қанша жылдың ең көп? Сондай ғой. Өзіме ма? Иә, таза ойына жаңа не дейміздің бәрі. Мен аукцион бар. Мен 20 жылдық басқардым осы Алматыда. 20 жылдық басқардым. Сол кезде бұл бастадық, басқа ешкім келмей ма дедім. Организатор бір жігіт, бір кісі сәл пысық екен. Бұл ешкім келмей ме? Жоқ, ешкім келмейді. Бастадық, болып жатыр уже, тағы да ойынмен өттім. Кешіп келеді ғой. Кешіп келген адамға енді ғана 5 минут бұрын сіздің алдыңызда мысалға тәке кешіп келеді. Кешіккен адамға 10 мың теңге штраф еді бізде. Деймін ғой. Бұл деп береді. Дұрыс қой, дұрыс, я, ана өтіп жатыр. Тағы бір адам кешіп келеді. Штраф па десем уже, я дейді. 10 мың теңге. Бір 30 ба 40 мың теңге істеп алдым. Содан кейін өзіммен кетті. Алматыда сұраған жоқ па? Соған келе жатырмын жайлап. Алматыда жасалды ол. Ал ол класстастары жан-жақта екен. Астана, Қарағанды, Шымкент. Одан кейін өтті, прям күшті. Анау мені жалдаған, енді бізбен сөйлескен, хабарласқан организатор жігіт риза. Одан кейін 2 күннен звондайды. Маулен, анау жақсы күшті дейді. Чатта әңгіме болып жатыр дейді. Сен Алматыға жинап алдың да бізді. Енді любой чатта бір қисық адам болады ғой. Алматыға жинап алдың да, ақша сындырдың ба, не болып кетті өзі деп тиісті маған дейді. Ләжі болса, ренжімесең, соны бере салайықшы деді. Болды деді. Вообще не істеген жоқпын, қарсы келген жоқпын. Болды. Мына күн тойым, сол тойдан аударып жүрем деп, 2-3 күннен кейін ба тойдан аударып жүрген. 2-3 күндік бақыт дейсің ғой. 2-3 күндік бақыт. А мен ана жерде прям енді күшті өтті ол. Прям әдемі өтті. Ал еще 30 адам, 20 жылдық деген, мысалы мектеп бітірген, 38 потолок 40 жастағы жігіттер ғой. О жерде не айтсам да уже өте береді. Ойынмен енді күшті кіріп алғансын, жаңағы темалар өтіп ат. Одан кейін қайтарып бердім, ақысына кірмей қойын деп. Ол жоқ, енді сұраса қайтарып бересің ғой, бірақ менде бағана той сұраған жоқ. Сұраған жоқ. Музыкадан сұраған шығар, менде сұраған жоқ. Сұрап жатса, тағы да айтамын, сұрасаңыз ақшаңызды қайтарып беремін. Сол кезде қиналып тұрдым, сол ақша мұқтаж болып тұрған соң алдым. Қатемді кешіріңдер ағайын.
деген сияқты дүние ғой. Енді жалпы тойда әркім басынан бір қызықты жағдай өтеді ғой. Мгм. Мысалға неше түрлі қызықты ситуациялар болады. Мгм. Бір есте қалатын, Мгм. осы маған жыртып тастады, кәдімгідей Мгм. осы мен жүрген жерімде айтамын дейтін сияқты бір қызықты Мгм. қандай жағдай болды? Нұреке. Айта бер, сен жақсы сөйлейді екенсің. Мынау енді тағы да Таразда ғой. Таразда. Мен 12 жыл болды той басқарып жүргеніме. Алматыға келгеніме 6 жыл, Таразда 6 жыл басқарып. Сол Таразда жүрген кезде енді жаспыз ғой ол кезде. Екі баламен өлең айтады. Мен бір прикольщик досым бар. Ол кезде әнші, Блогер ма? блогер. Кім? Қазір айтамын. Сол Түй тілім ішінде тұр. сол тараздық вайнер блогер өзі тойда ән айтады. Бас әрпін айтшы атын. Хотя бы бас әрпін айтшы. Д. Дәулет Бертаев. Дәулет Бертаев. Енді. Ой, ана Қайрат Нұртастың артына тебетін сол жігіт емес пе? Ол Алихан. Алихан. Алихан не болады? Қара Алихан сөйтіп істейді, бірақ кім? Дәулет кіріп кетеді ғой. Иә. Кәдімгі қараптан көріп Дәулет кіріп кетеді. Дәулет Бертаев. Иә. Блогер танимыз ғой. Енді достарым көріп отырса, прям маған өтті. Енді тойдан кейін обсуждать етеміз ғой. Тамақ ішеміз, обсуждать етеміз. Жартылып келеді ғой ана. Екеуі тамақ жейтін жерге. Не болды десең? Бля, мынау мал дейді ғой. Боқтай алмай отырмын қазір. Прям боқтай беруге бола ма? Не ғой, YouTube формат, онда ешқандай не жоқ. Бля, мынау мал дейді ғой. Анау обычно дуэттерде біреуі шустрый алдыға шығып билеп өлең, екіншісі тұрады ғой. Иә. Мысалы Нұрмұқасанда, Мұқасан ағамыз билеп өлең айтады. Нұрлан ағамыз салмақты. Дәулет деген билеп алдыға шығып өлең айтады. Екіншісі тұрады постоянно ол момын жігіт. Қой аузына шөп болмайтын жігіт. Өлең айтып жатырық дейді. Артында тұр дейді. Жайлап алдыма шықты дейді. Жыбыр етеді дейді. Ош, мынан жәңгірейін депті ғой деп. Не болды мынаға? Тұрым дейді. Бля, алдыға шығады, артқа кетеді дейді. Ош, мынау, жәңгіріпті ғой мынаған. Билесейші деп айтып жүрген, билемейді вообще. Алдыма шығып кетті дейді пример. Билеп. Өлең айтып алдыма шығып кетті дейді. Сөйтіп сол тойда жүрген бір кішкентай бала ана екінші баланың артына тұрып алып көтінен анау амал жоқ алдыға кеткен. тұрып көрсетейінші. Басын итере жетті, сәл алдыға кетеді. Ана кетіп қалады, өз орнына барғаннан кейін қайтты. Сәл алдыға шығып кетеді ғой ана. Жыртты. Бля, ана өзі айтамай отыр. Біз уже жыртылып отыр ана жерде. Біреу тамақ мына жерден сорпасы ағып тұрып күліп отыр. Сәл алды. Анау басын итерген сайын бір балалар болады ғой тойда. Айтқан тыңдамайтын. Қанша да осы. Барған ғой мынаны. Жартысына дейін ба апарған ғой енді. Бамбер жермей ма YouTube мынандай әңгімелер үшін? Бермейтін шығар. Содан кейін банк бір тепті дейді ғой анау. Болмайды уже. Басқа вариант жоқ уже. Банк бір тепті дейді. Сол кезде енді сол прям өзінің аузынан естіген прям қызық болды. Мен енді жеке басымнан өткен мынандай дүние болды. Обычно жаңағы әншілерді хабарлайтын кезде жаңағыдай не боласың ғой. Ән көңілдің ажары бірдеңе жаңағы Абай атамыз айтқан құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәттіге көңіл көтерілу ойсалар ән сүйсең мен сүйде осында әсем әнмен пәленше түгенше дейтін әншілдарыңыз. Бір күні ойым басқа жақта тұр, вообще ойым басқа жақта. Ана сөз негізі ортаға шығатын бишілер шығу керек, бүйтіп автоматически мен ортаға ана сөз кетеді, ортаға шыққан ана сөзбен хабарлаймын. Осындай құлақтан кіріп бойдалар әсем әнмен тәтті күй, көңіл көтерілу ой салар, ән сүйсең мен сүй деп ортаға мың бұралған биші қыздарыңыз қарсы алыңыздар деймін да. Айтып болғаннан кейін өзім басыма діңк еді, артқа қарап барсам, музыкант деген столдың астына кіріп кеткен. Әншіні хабарлап жатыр. Әншіні хабарлайтын демен бишіні хабарлағансың.
сол өзіме не болды, бірақ ана музыкант қатты жаман ол қатты енді күлді. внутряк қой. Внутряк, Халық түсінбей қалды. жоқ. Халыққа түсінбейді. Ал уже камерадағылар примерно Иә, селтілдеп тұрып иә. күледі ғой. Ал еще андай енді тоже внутряк бір дүние бар. Анау кезінде бір Шыңғыс дейтін бауырым көп айтатын сол сөз. Сіз кімнен қорқасыз дегенде, сіз не енді сіз сияқты жаңағы абай атамыз мәшһүрдің үйіне келіп бірдеңе сұраған кезде бір әңгіме бар еді ғой, есімнен шығып отыр. Мен әлі айтамын ғой, бірақ сіз сияқты тыңдайтын құлақ келмей ма деп қорқамын дейтін бір әңгіме бар еді. Соны айтып келеді, бір жерде тойдамыз енді, халық шулап жатыр, шулаған кезде басудың әңгімесі болатын. Мен айтатын осыны айтамын ғой, бірақ сіз сияқты тыңдайтын құлақ келмей қала ма деп қорқамын десе, осындай тұрып, валлахи келеді деп айтты дейді ғой, кәдімгі 4-5 адам отырып борқ ете қалды, ё-моё. И мына дүние бізді кәдімгідей внутряк тоже тойда жарып тастады. Айдын дейтін бауырым бар Тамада. Айтжан или Самат қой деймін. Айтжан фокусник. Ана столды қойып, адамды алатын несі бар ғой, фокусы. Сол жерге Медет дейтін бауырым. Медет танисың ғой. Медет столдың үстіне жатады, и ана нені жабады ғой. Қара матаны жабады да, сосын көзін бүйткізіп қойып, қарамаңыз деген сияқты. Фокусын жасап, бүйтіп алайын деп жатсам, мына жақтан Айдын тұрып, микрофонмен тығып тұр ғой халыққа. Ағайын, қандай адам еді дейді. Ё-моё. Енді ана ауыр прикол. Орақ, ана жерде бұрқ еткіз. Қарызы бар ма, қарызы. Сондай дүниелер тіпті кәдімгідей. Жаман өтті маған. Ана анекдот, күшті анекдот еді ғой. Прям анекдоттың патология еді ғой. Бір кемеде келіндер келе жатады. Екінші бір енелер келе жатады. Бір тойда бастаймын ғой. Бір тойда бастаймын ғой. Анау енем үйде қалып кетпеді. Добивкісін бір апа айтады. Примерно сондайлар ғой қызықтар тойдағы. Одан кейін басқарып жатқан кезде бір кісі қалып кетті. Сендерде де болатын шығар. Бәрімізде болатын шығар, тамадыларда. Мен ұмытып кеттім деп айтшы дейді. Бір кісі қалып кетті. Ренжімеңіздер, мен ұмытып кеттім. Той иесі негізі жазыпты. Мен ұмытып кеттім. Айып етпеңіздер. Ана жерде енді ақшасын беріп жатқаннан кейін қош дейсің, одан кейін менмін дейсің ғой. Ана кісі кеп кәні дейді ғой. Кәні жоқ. Көрсетші маған дейді ғой. Списокта жоқ бірақ. Жерге кіріп кетейін дегем сол кезде көп екен. Прям ұялғаннан қызарып ше. Тойдың мысалы 2 жас отырады төбеде. Мына жақ оң жақ, сол жақ қой ресторан. Ана кісі сол жақта отыр да. Той бойы мына жаққа қарап басқарып шыққансың ғой, мына жаққа қарауға бет жоқ қой датаға. Датаға сондай. Енді мынандай қандай қызық болды. Менде естен кетпейтін қызықтардың көп қой енді негізі ше. Біреу болып бізде Ақ-отау деген ресторан бар, сол Ақ-отауға живой ат кіргізіп, сүндет тойда ортаға кірген кезде жіберемін. Ана исін айта алмаймын ше. О, жарайды, сосын ана мынандай тойлар бар қазір ше. Менде негізі тойларда ойын деген бұрын ойнатпайтын едім. Бұрын таза қазақи жаттаған сөздермен тек қана солай өткізетін едім да. Таза қазақи жүргіземін. Одан кейін осы соңғы жылдары, негізі осы соңғы 1 жылда ойынға қарай көштім ғой. Тычка айтып деген сияқты, стиль ауысып. Мен тойды көп өзім қабылдай бермеймін да. Бұрын өзім қабылдайтынмын. Қазір ана Жеңісбек деген ағамыз бар. Женка студио деген. Сол қабылдайды. Мен тойдың иелерін білмей барам қазір. Қандай той? Мен ресторанға барған кезде сұраймын, братан, бүгін қандай той деп ше. Ол айтады, осындай той, осындай әншілер келеді, осындай бишілер келеді. Тойда ғана білемін да. И Қаскелеңде жоғары жағында бір ескі СССР сияқты бір ауыл бар екен да, жоғары жақта бір ескі тойхана бар екен, ресторан атын ұмытып қалдым. И сол тойханаға барам, бүйтіп қараймын. Қыздардың бәрі полный хиджаб киіп алған. И жігіттер бірақ сақал жоқ. И сөйтсе ол біздің мына Афганистаннан келген или Түркиядан ба, Ираннан келген қазақтар екен. Мен ондай тойға өмірімде бірінші рет кіріп тұрмын. Кәдімгідей әншілер бар негізі, біраз звездалар бар. Тойға кірем, бастаймын, айтады, бізде бір-ақ дос болады дейді. Солай. Қодалардан бір ата келеді, и өздері жағынан 2 ата келеді. Бата дейсің да, би дейсің ғой. Жоқ. Келеді, негізі солай. ол кісілер қысқа нұсқа.
бір тост айтты, бақытты болсын, осылай кетті. И мен музыкантқа барамын, не Не істейміз мына істейміз? жерде. Әншілер сразу келіп бастады. Әншіні хабарладым, би кетті. И қанама бір не бар, қызды отырғызып қойып айналады. Бір Бір дәстүр бар. дәстүрі бар. Сосын әншілерді жібердім. Тост жоқ. Билеттік. 1 сағат билеттік, уже музыкант шаршап кетті. Мен не қосам? Ойымда бірдеңе істейді. Ол кісілер өздерімен афганский өлеңдер алып Алып келетін еді келуші еді ғой. ғой. Алып келеді Ой, ғой. бүйтіп Алып келіп, ол да ұзаққа барған жоқ. Бір Алып 10 келеді өздері. минуттай, 15 минуттай билет, одан кейін тағы да музыкант. Содан кейін тұрды да мен айттым тойдың иесіне, приздар алып келдіңіздер ма? Мен оларда ойым болмайтынын білмеймін ғой. Приздар алып келдіңіз ба десем, пока приз жоқ, давай 10 мың теңге берейін, 5-5 мыңнан 10 мыңдық берді, давай осыны ойнатшы деді. Бірақ бізде ойнамай қалуы мүмкін деп ескертті да. айтты бірақ. Главное айтты. Ойнамай қалуы мүмкін. И мен шығамын да, бірінші ойлап тұрмын ғой. Майкл Джексонды тығамын деп ше. 4 баланы шығарып алып. Тұрамын да, жігіттер бар ма деймін, бұл ортаға шығатын. Міне 10 мың теңге призға тікті. Кім шығады деймін. Ешкім шықпайды ғой. Ана жерде уже мен ақтың. да ну нафиг деймін ғой. Кім шығады? Бүйтіп қараймын, брат кесейші десем. Бүйтеді де кетіп қалады. Давай онда тойдың иесін шақырайын, тойдың иесі өзі шақырып береді деймін. Тойдың иесі тұрады да, бір нәрсе аттарын айтады. Атын айтқан жігіттер далаға қашып кетіп жатыр ғой. Бәле, не істеймін? Давай онда бір қыздарға бірдеңе ойната салайын дедім да. Ана кидала бар ғой, қыздарды шақырып аласың, мода жүргізесің. Артынан кидалаға жібересің, Ол соны тығып жіберейін, давай. қыздарға ойнатуға болмайтын еді ғой. Жоқ, давай мен қыздарды. Қызығысы да болып тұр ғой. Қыздарды шақырайын деймін ғой. Қыздардан кім бар деймін, тойдың иесі айтады, осындай. Олар да бір қарасаң, тойханадан адам жоқ деймін. Сосын далада жүріп. ешкім шықпайды. Бір школьница, 2 қыз жүгіріп шықты, біз деп тұрдым да. Мә саған 5 мың теңге, атың кім деді, осындай, мә саған 5 мың теңге дедім да. Ортаға биге шығайық дедім да, сыртқа шықтым да, администраторға звондадым, братан мені қайда жібердің деп ше. Енді мынандай той маған алмай ақ қойшы дедім да. Талай бар ғой. Бір үйреніп алсаң. Бір үйреніп алсаң. Рахат. Мен басында тоже қысылғам. Мен шақырған бала өзі айтып береді ғой. Бізде мынандай. Солай болады. Сонда анау нишан тағу. Нишан тағу рәсім. Той кезі келген кезде деймін ғой. Тойдың соңында маған нишан беріңіздерші деп ше, нишанды беріңіздер, аласың. Бір үйреніп алсаң тоже. Ол жақсы. Бірақ негізі бір тост бересің, би де бар. Бірақ обязательно сен маған айттың, мен далаға кетіп қалғанмын ғой. Бірақ сен обязательно ана жерде давайте билейік деп айтып тұру керексің деді біреу келіп ше. Тост жоқ. В общем, дискотека. Би. Сонымен. Маған ол тойдың ше, именно сол, яғни Афганстан, немесе Түркия, Ираннан көшіп келген бауырларымыз ғой енді. Сол жақтан келген кісілердің тойының бір қатты ұнайтын дүниесі бар. Енді білмеймін кімге. Афганский плов. Афганский плов келгенде маған айтқан. Окей, афганский плов. Еще обязательно олардікінде Макси Чай тұрады тойында, байқасаң. Обязательно тұрады. Афганский пловтары сұмдық. Содан кейін 300 адам болса, 30 адам еркек, қалған әйел, бір қатармен әйелдер. Күшті. Маған да жалпы. Енді жаңағы той қызықтарды жатырмыз ғой. Бір күн андай жартылас болды. Менде жаңағы ұзату тойларда үшін айтатын прикол ғой, әзіл. Менде қыз бергем, садикке дейтін прикол бар еді, білесіңдер ма? Бір жерде той жүргізіп отырмын. Менде қыз бергем, садикке деген тығам. Менің артыма Нұрсұлтан дейтін бауырым келеді. Құдалық, осында кішкентай ғана адам. Домбырамен негіз ол ән айтайын деп отыр. И әннің басы сондай басталады ғой. Енді қыз берген оңай емес. Жалпы мен де қыз өсіріп отырмын дейді. Ол действительно қыз өсіріп отыр. Мен де қыз өсіріп отырмын. Сондай деп қызға арнау деген ба бір ән айтайын деп тұр ғой. И осындай деп жаңағы бастайды. Мен де қыз өсіріп отырмын деп бастаған кезде құдадан біреу тұрады да. Мен тұрамда соны анекдот айтайын деп отқан шығар деймін да, Нұрсұлтан түртем артынан. Мен айттым деген сияқты. Құда жақтан бір кісі тұрады да. Тоқта балам, қызын садикке берген айтып алсын дейді ғой. Ойда, осылайна бүктелемді далаға шығамын ғой. Анау мен кәдімгі натуре жыртып тастады. Дукан амандасу бар еді ғой. Аспан астында жерсінде соны біздің достарымыз 4 рет амандасқан бір тойда. Біреу тамада шығып амандасады, одан кейін әншілер шақырсам,
әнші сразу өлең айтып кетпей амандасады ғой. Амандасады. Мынандай 4 адам амандасып шыққан, сол себепті ол Бір күн нормально. Нарынқолға тойға барамыз. Самат дейтін бауырым бар. Самат құдалығын жүргізеді. Мен кешкісін үйлену тойын жүргіземін. Өзіміздің өмірде жүрген әкеміз десем де артық емес. Сонымен мен күндіз машинада дем алып жатырмын. Самат құдалық тұрып жатады. И жаңағы батямыз, өмірдегі әкеміз кішкене енді 100 грамм қызыңқырап қалды. Ұйықтап отқан жерімнен өтіп, ол кезде мен анекдотты қатты айтатын, прямо қатты айтатын. Мен чисто пошлый емес, тойға қатысты, тойға айтуға рұқсат деген 100-ге жуық анекдот білетінмін. 100 анекдот деген оңай емес. И сонымен ұйықтап отқан жерімнен оятады ғой. Балам, тұр, құдаларға анекдот айт дейді. Көке, ұйықтап алайыншы деймін. Ұйықтап алайыншы көке. Кешкісін той жүргіземін ғой. Нарынқолға барып тұрмыз. Тұр. Ортаға кіргізеді. Бетін мыж-мыж, көз ісіп Иә, кеткен, мен шаш жан-жақта. әлі соображать етпей тұрмын, перезагрузка болмаған. Еще хабарлағанда қалай хабарлайды дейсің. Ортада осындай асабалдарыңыз, анекдотчик, бірдеңе. Ол кезде хабарлайды, пәленшең түген шәкірті, Бауыржан Тұрабаевтың шәкірті деп тұрып хабарлайды ғой ана бала. И прикинь, ортаға шыққан бірінші анекдоттыған кірмейді. Реакция жоқ халықта. Просто осылай отыр. Екінші там кірмейді осы. 3, 4, 5, 10-ға жуық анекдоттыған ешқайсысы кірмейді ғой. Рахмет деймін да шығып кетемін. Не болды десем, Алдында тықпаған. мен анекдоттың бәрін айтып тастадым дейді ғой. Ойла, сол құдалар кешкісін тойға барады. Сен қай бетіңмен той басқарасың? Уайым ғой анау. Өмірде жаман кәдімгідей. Сол ғой анау, мысалы, бір досым ұзатуды басқарса. Не тықтың дейсің ғой сонда. Не тықтың? Ана тықып қойған жоқсың ба? Ана тықып қойған жоқсың. Анау, енді дос болғаннан кейін, сен оның приколын тығасың, ол сенің приколын тығады. Содан кейін сұрап аласың ғой, мынаны айтып қойған жоқсың ба? Жоқ, айтқан жоқпын. Не істедің деген әңгіме ғой. Не тықтыңдар, не тықпадыңдар деп. Сол сияқты. Енді Нұриктің әкесі асабай емес. Ол кісі музыкада отырады. Өте сабырлы кісі, өте спокойный кісі. Ана кісі сияқты спокойный кісі. Бірақ ана кісінің әңгімесі бар ғой. Батяң әңгімесі. Живой анекдот қой. Сен мен өткен бір қызықты оқиғасы бар еді. Сен мен 50 теңге өш дейтін. 50 теңге бар ма дейтін. 100 теңге бар ма? Кішкентай кезінде. Мектепке баратын кез. Білмеймін мен. Біз енді тоже ағамызға естиміз. Келеді папасына. Папа дейді, 100 теңге бар ма десе, папасына саспайды ғой. Серьезно тұрмын ойлашы. Жоқ, сендеші деп сұрайды. Кәдімгідей ше анау, білмеймін, внутряк бізге батясының әңгімесі өзі айтқан сияқты өткізе алмаймыз. Иә, өз аузынан естіген. Мұны әңгімесі қатты өтеді. Бір күні тойға барады. Енді ол кісі музыкада отырады. Постоянно ас астайтын иә, төртеулік. Баяғыда. Баяғыда ғой енді. Как раз. Бұрын басқа еді. Постоянно төбелеседі. Төбелес сондай кезде. Төртеулік аса жүретін сумкасында. Бір кісі келеді. Аға, не істейсіз? 2 ән қоясыз ба әлде мен қайта берейін ба дейді. Братан, ағам асықпай, спокойный өте. Мен осы спокойный адам көрген жоқпын. Асықпай, асаны шығарады да столдың үстіне түп қояды, бетіне қарап тұрып. Асығып тұрсаң қайта бер деген. Ана бұрылып кетіп қалды дейді. Айтқанда батяның қызықтары негізі көп. Тойдан басқа қызыққандай не болды? Жалпы прям жаңағында пертайптікіндей кәдімгі жыртып тастайтындай кәдімгідей ойбай дейтіндей. Тойдан қызықты не айтсам, мына бала таза порнхаб екен ғой деп ойлап қалмасын телегөрермендер құрсын. Мен өңше ұятсыз менікі. Өзі қазір халыққа да керек болып тұрған. Қазір ғой кішкене оразы болып сәл-сәл өзіміз басып отқанымыз, әйтпесе өмірім бәрі ұятсыз екен, +18 деп ойлап қалмасын. Өмірде көп қой. Айта берсең көп. Оразада ондай. Сол себепті. Оны тағы да бір арнайы Оны бір жоба жасайырмыз тағы да. Бүйтейікші, ғайбат шоу деген бір шоу ашшы. Соған келейін де, ой, ашылайыншы мен біреуді ғайбаттап тұрып, жамандағым екеуміздің арамызда қалсын деп тұрып, ондайлар жібересің. Сұрақтар бар. Жалпы енді мына той жүргізу стиль жөнінде мен енді осы сұрақты қандай стильде қасиенкі, например, сөзбен или ойынмен,
былай контингентке қарайсың. Иә. Контингентке қарайсың ең бірінші, одан кейін үлкен кісілерге жастардың әңгімесін айтпайсың ғой, по-любому. Келесің, екі тос қарайсың. Екі тоста бір жеңіл әзілдеріңді айтып көресің. Екі тостан кейін уже Өтсе өтті, өтпесе. дальше өзінің сол халық былай да өтсе өтті, өтпесе емес. Ол халыққа Уже өтпесе басқа несімен халыққа сенің не беру керек қара сөзің де мықты өтеді. Халыққа сенің әдеби сөздерің де мықты өтеді. Сол себепті ол егер халықтың өзі сұрап тұратын халық болады өзі, сол кезде барып уже ойын ойнатасың, уже импровизация тычкаларыңды тығасың. Сол себепті ол тағы да халықтың сұранысына байланысты. халық активный болып тұрса сен қара сөз айтып тұрмайсың ғой көбіне. Халық или мынандай салмақты кісі болса сен шығып прикол тыға бермейсің. Сол себепті халықтың мән жайына, көңіл күйіне қарайсың. Сенікі қандай стильде? Ойын әзілмен ғой, жалпы. Орта қалай болады, сондай Солай ма стильде ғой. тоже? Негізі көбінесе қазір ойынмен ғой. Мен енді соңғы бір қайырайын, сосын осы бүгінгі шығарылымды тәмамдайтын боламыз. Өйткені ұзаққа да халық шыдамайтын болды. Мен енді өткенде инстаграмда тұрғанда да осы сұрақты қойған болатын. Қазір жалпы қалған бауырларыма да ол кезде көре алмай қалды, басқа да болды ғой. Иә. Жалпы қалған бауырларымызға да бір жақсы дүние болсын деген ниет қой. Енді қазіргі таңдағы өзіңнің стилің, мен енді сен ұрлат деп айта алмаймын, өйткені сен батасын алып, шапанын жауып, солай сол жігіттің стилін ұстанған адамсың. Яғни Сабыржанның стилін сен кәдімгі Сабыржанның рұқсатымен батасын алып, Сабыржан өзі саған бауырым шап деп батасын беріп, сен шапан жауып, сосын мен де саған қолдау көрсеткен болдым. Ұра бер, кім не демейді. Ел айта береді, өзіңді жаса, өзіңді істе деп. Бірақ уақыт өте келе енді еліктеймін деп, өткенде айттым ғой, еліктеймін деп өзіңді жоғалтып алмайсың ба деген бір сұрақ қойдым ғой. Уақыт өте келе өзіңнің почеркіңді қалыптастырасың ба дейді, до конца осымен ба? Бір Алла біледі, енді ары қарай білмеймін ғой. Жоспар бар ондай, мен былай істеп кетемін деп айта алмаймын да. Негізі менің өзімнің стилім бұрыннан бар ғой. Мен 8 жыл болды той басқарып жүргеніме. Бірақ мен осы кезге дейін тиктокқа, инстаграмға видео вообще салмайтын едім да. Өйткені менің тойға шыққан кезде негізі мен әкем көп мақтап, Олжас деген ағамыз бар, сіздер де танисыздар. Сол братан не істеп жатыр деп қарайтын едім да мен. Ол ютубқа да видео салғызбайды. Бірақ кәдімгідей өзінің халқы бар. Инстаграмға да салғызбайды. Сөйтсе ол бұрын өзінің лицосын қойып тастаған екен да. Баяғыда. Мен де солай ойлаймын ғой, ешқандай видео салмай-ақ мен де осы братан сияқты шыға беремін деп ше. Заман ағымына сай салу керек. Сөйтсем мен бірақ 8 жыл болды той басқарып жүргеніме, менде вообще видео жоқ. Қазір осы жақында 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын маған клиенттер звондайды. Біреуден естіп звондайды. Видеоң бар ма дейді, менде видео жоқ. Содан кейін мен өткен жылдан бастап ақырындап жай видео салып бастадым. Бір 8 ренжіме. 8-9 жыл бұрын Қазақстанда Әлібек Серғалиевтер көп еді. Анау Айбат ағамыз айтады, Никулин дейміз ғой. Енді қазір енді мировой тамада ғой. Енді жан-жаққа барып той басқарып жатыр басқа шетелдерге. Сол видеосында айтады, сторисында айтады ғой. Егер мен не үшін толық салмаймын ойынымды. Егер ойымды толық салсам, ол ойынды мен өзім ертегісін ойната алмаймын уже дейді. Тарап кетеді. Осыдан бір 8-9 жыл бұрын Әлібек Серғалиевтер көп еді. Бірінші қонақ сынап келеді, екінші қонақ сыйлап келеді. Мықты. Бізде қолдандық оны. Бәрі қолданады. Жасырмайсың оны, бәрі қолданады оны. Одан кейін бермен келе Дәке Хадж. Дәке Хадждың стилінде бір нәрсе бит қалатын. Ол мықты халыққа өтімді. Одан кейін бермен келе тағы да Никулин Айбат ағамыздан енді ұқсағысы келеді ғой. Болмасаң да ұқсап бақ дейді. Сол себепті Сабыржан ағамыз ғой, енді бізден үлкен. Сабыржанға ұқсап жатыр. Оның алдында бізде талай мықты асабаларға еліктеп өстік қой. Ол еліктеп өсесің. Бірақ жаңағы қойған сұрағына, ол мысалы Нұрекенде өзі кеп іріктеліп бір неге кетеді ғой. Сарынға түседі. Өзі халық сұрайды, сарынға түседі. Сол себепті ең бастысы дұрыс жолда жүр.
Ең бастысы. жоқ, мен Аха. өзім ризамын. Ол Бағана да айтып аха, отырмын ғой, мен тойға келсек қуанамыз ғой. Тойға Конечно. келсе, Қобеке. Мысалы, чем карта ойнап отқанша, чем абыл болып далада жүргенше, лучше тойға келіп таза жерде, жейтін салатыңды таңдап жейсің ғой. Огурцы, помидор, анау қара соусы бар салатты жемейсің ғой сен. конечно, ол Той таза жер, жүрген жерің таза, сөйлегенің таза, араласатын адамың таза. Сол себеп тойға келсе қуанасың ғой, лучше тойда сол жүрсін. қуанғаннан кейін де осы жерде мен жанымда отырды Иә, ғой. Егер мен керемет. біреулер айтады, біз қашан деп айтамын, әр нәрсе өзінің уақытымен. Иә. Бізге де звондап айтатындар ғой. Сол ғой жаңа басында айтқаным, Иә. өнерімді бағалап, Мәке кел деп бір ауыз айтқаным. Мен, например, енді не қылғанымыз, Нұрстан шақырып жатырмын деген кезде, қойшы, Нұрстан шақырып жатсың ба не? Ерте емес пе оған дейтін адамдар да болды. Енді жігіттер, уақыттарыңды бөліп келгендеріңе мыңда бір рахмет, Алла разы болсын, тойларың көп болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тек қана тойда бас қосайық, баршаларыңа творчестволық табыс деп айтайын ба, бола ма екен тойда. Тойымыз көп болсын. Біздің каналымызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, жақсы жаман пікір жаза беріңіздер. Біз сіздермен әрбір комментарийларыңыз, әрбір лайктарыңыз ол біз үшін үлкен Өте мотивация. өте маңызды. Содан кейін осындай енді қуанасың ғой. Қобеке, сені звондап осындай ашып жатырмын деген кезде шын қуанып қалдым. Енді бұмен тоқтап қалмай, енді неше түрлі ағаларымыз бар ғой, таныс ағалар. Действительно, солар бір сәл инвестиция құйып жүрсе, сәл бір көмектесіп жүрсе, Мен Қоблан, давай мен саған осы бір көмегім болсыншы деп талчок жасап жүрсе, бәлкім бұдан да жарық студияда отырармыз келесіде, бәлкім бұдан да үлкен столда отыратын шығармыз, бәлкім ортада фрукты болатын шығар ағаларымыз, сондай кішкене инвестиция не істеп жүрсе. Бұндай өсіп жатқан, Қоблан сияқты өсіп жатқан жігіттердің жұмысы әрмен қарай жүру үшін айтып отырмын ғой, камераның ар жағында жігіттер қаншама еңбек бар, сол жігіттердің еңбегін бағалап, сәл көмектесіп жіберсе, конечно. қазіргі таңда демеушің кім деп біреулер сұрауы мүмкін. Демеуші кім сенде? Демеуші халық, той. Басқа демеуші. Жоқ, таза мынаған демеуші. Таза тойдан түскен, өзім мысалы тойдан түскен задатым бар, мен тойдан түскен тапқан ақшам бар. Ешқандай демеушісіз. Мына камераның ар жағындағы жігіттер де сол бойы. Бәрі өзіміздің бауырлар, камераның ар жағындағы Пикон Фильмс деген бауырымның қасындағы барша жігіттер, бауырларым. Мына жерде жазылып тұр ғой, примерно. Примерно. Жазылып тұр. Монтаж жасайтын братан өзі жазып алады. Сол себепті бауырларымыз халықтың беріп отқан ақшасы. сол себепті жанашыр ағалар осындай іскер жігіттерге бір сәл қолдау көрсетіп жүрсеңіздер. Нұр үстіне нұр, чем басқа бір төбелесіп жатқандарды не істегенше, рухматин деп айтайық. ютубқа көп шығарғанша осындай өзіміздің бауырларды көп шығарсақ күшті деп ойлаймын. Алла разы болсын баршаларыңызға. Енді братан, жұмысыңа берекет берсін, Құдай қаласа ары қарай дами бер. Әмин, рахмет айтқандарыңыз келсін. Келесі бағдарламада кездескенше ел аман, жұрт тыныш болсын. Қазақтың тойы бітпесін.